Рахмет, жаңа енді алыстан келген қонақтарды жасырған мына Альбинаның да мына төрде тұрған үлкен ағаш ағасы айтып жатыр. Атырау, Ақтөбеден ғой, Оралдан, Тараздан. Бәрекелді. Мына қазақта сөз бар ғой. Той десе қубасты олайтын қазақпыз ғой. Алыстығына қарамаймыз, ұят болады деген бір осындай сөз бар. Сөзге тоқтаған қазақ халқымыз. Мінекей сіздерге де қош келіп жатсыздар. Маңғыстауда бір осындай Ақкәріп деген қалада әдемі бір той бұйырып, дәм тұз деген осы ағайындар, құрметті ағайындар. Ал енді көп айтқанда, аз айтқанда айтып жатқан ақ тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Балаларыңыздың бақытты болғанын қалайсыз ба? Әрине. Балалардың бақытты, Нұрбектің, Альбинаның бақытты болғанын қалайсыз ба? Моншақты ұлы болғанын қалайсыз ба? Әрине. Моншақты қызы болғанын қалайсыз ба? Бұйыртса, Алла қаласа, олай болса, мына жастар бақытты болсын деген жандар болса, кәдімгі бір әдемі қол соғайықшы осы. Ал енді мына негізгі сәт шешуші сәтінде договорға қол қойып, екі жақ алыс берісін жасап жатыр. Осы дұрыстап печатты соғатын құйрық бауыр деген тағамымыз бар мінекей. Құйрықта екі құдағи жұмсақ болсын, бауырда екі құда дос болсын деген ниетте құйрық бауырласына келіңіздер. Жоғары алып шығайын жүріңіз, бер қарай, төрге қарай жүріңіз. Көрдіңіздер ма? Біз қол соқпаймыз негізінде. Қарап отыра береміз. Мына кісілер қашан не істейін деп жатыр, осы деген сияқты қылып. Қол соқ отырыңыздар шешкен құдаларға. Ортаға келіңіз, қабылдағы бір линияға тұрып алыңыз екеуіңіз. Бүгінгі екі құда бір-біріне құйрық бауыр асатып, ортаға дейін жүгір. Құшақташайықшы, былай құшақ. Аға құшақташайықшы. Көтен керек? Енді называется құшақ дейді. Ал енді екі құданың құшақтасу, құйрық бауыр асату сәтте куә болайық. Кәнекей келіңіздер. Жүріңіз, түрге қарай барайық. Баршамыз куә болайық, қошеметтейік. Екі құданың құйрық бауыр мен бұл әке аналарым неге бүйтіп қойып жатыр, көріп отырсыңыздар ма? Бәле Қосай ауылында тағы да бір шаңырақ көтеріліп келе жатыр ағайындар. Олай болса мінекей кереге керді сәл кейін ашылайық. Ашылайық. Қолдарыңыз жүріп кетпесін абайлаңыздар. Это нормально. Кереге, құдағай нормально кереге. Енді осы балдардың шаңырағын көтеру үшін не істеуіміз керек? Уық шаншуымыз керек қой. Қолымызды жоғары көтерейік, уық шаншы. Қошеметтіңіз ағайындар. Іштен екі жас шығып келе жатыр, қошеметтеңіздерші ағайындар. Бәрекелді.